Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Бір күні түлкі тырнаны қонаққа шақырыпты. Тырна, маған қонақ болып кет деді. Тырна дәмді тамақ ішкенді жақсы көретін, қуана келісті. Айтулы уақытта тырна келді. Есікті қағып тұрып, түлкі маған қандай тамақ береді екен деп елестетіп тұр. Кел, тырна, төрлет, деді түлкі. Сені көргеніме қуаныштымын. Түлкі қонақты құрметтеп төрге шығады да былжыр ботқаны тәрілкеге молынан салды. Жей ғой, тырна, достым. Ұялма. Тырна қанша тырысса да түлкінің берген тамағын жей алмады. Ұзын тұмсығымен тәрілкені ары тоқылдатып, бері тоқылдатып, тамақты татып та көрмеді. Түлкі өзінің тәрілкесін тілімен жалап жұқтап қойды да: Тырна, менің тамағым саған ұнамады ғой деймін. Жарайды, өзім тауысып қояйын деді. Түлкі ботқаның бәрін өз жеп қойды. Кешір, Тырнажан, саған беретін менде еш нәрсе жоқ деді. Тырна қанатын қағып былай деді: Жарайды, енді сен маған қонаққа кел. Келесі күні түлкі Тырнаның үйіне қонаққа келеді. Амансың ба, Тырнажан? Жағдайың қалай? Бәрі жақсы ма деп жайын сұрайды. Қайырлы таң, түлкішек, сені күтіп отырмын. Тырна түлкіні үйіне кіргізіп дастарханға шақырады. Дастархан үстінде қою көже құйылған биік жіңішке құмыра тұр. Түлкі: Дәм тат, бұған бар күшімді салдым деді. Дәмді тағамның иісі үйдің ішін алып кетті. Түлкі құмыраны біресе ар жағынан, біресе бер жағынан шығып айналып жүр. Құмыраның мойны тым-сым жіңішке де ұзын. Түлкінің ең болмаса тілімен жалауға да шамасы келмей. Ал Тырнаның ұзын тұмсығы құмыраға дәл жарасып тұр. Ол тұмсығымен көжені шоқып жатып, түлкіге жымыңдап қарап қояды. Түлкі: Сен неге ішпейсің? Менің тамағым саған ұнамайды ма? Жақсылап тойып алдым деп ойлаған түлкі әбден ашығып ренжіп қалды. Қоштаспастан есікті тарсылдатты, жауып шығып кетті. Ал Тырна болса қанатын қағып қала берді. Содан бері Тырна мен түлкі дос болмайтын болыпты. Әрине, енді қалай болсын, түлкінің